Сәлем достар. Балалық шақ дегенде не ойлайсыңдар? Жылы күндер, ойындар, шаттық бар. Ал егер ол балалық шақ болмаған болса? Қадірлі оқырман, сіз оқығалы отырған хикаят менің балалық шағым туралы баян. Бұндағы оқиғалар қиялымнан туған қанат қақты дүниелер емес. Осы жердің бетінде, осы елде менің шақшадай ғана басымнан өткен шырылдақ тағдыр. Ақберен Елгезектің болмаған балалық шақ дәл осындай ерекше оқиға. Бұл өмірдің кейде бізге бермейтін балалық шағы туралы сағыныш пен армандардың арасындағы сырлы әңгіме. Кітаптағы кейіпкердің балалық шағы болмаған, бірақ оның жүрегінде үміт, армандар, өшпес сезімдер бар. Әр беті жүректің үнінде, әр сөзі өмірдің өзінде. Ол сенің де, менің де, ішкі әлеміміздің бір бұрышы. Бұл кітап ауыр, бірақ жылы, күрделі, жүрекке жақын. Мен оқығанда жүрегім ауырып, көзіме жас алдым. Сен де оқығанда өзінің жүрегіңді тыңдайсың, балалық шағына қайта ораласың. Бұл кітап саған өзіңді түсінуге, өмірді қайта бағалауға, мықты болуға көмектеседі. Егер сен де шынайы әңгімелерді, жүректен шыққан сөздерді ұнатсаң, болмаған балалық шақ сен үшін. Достар, кітапты оқып, өз сезімдеріңізбен бөлісіңіздер. Балалық шақ әр адамның жүрегінде мәңгі сақталатын қазына. Болмаған балалық шақ сіздің жүрегіңізге жететін кітап. Қолыңызға алып, оқып көріңіздер.